Бәріңізге сәлем, сіздермен бірге мен Диана. Менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін өте дәмді, жасалуы өте оңай пирог дайындаймыз. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Ал бастайық. Ең алдымен таза ыдысымызға жұмыртқамызды жарып аламыз және де үстінен бөлме температурасындағы сары майды қосамыз. Біздің барлық жасайтын ингредиенттер бөлме температурасында болуы керек. Оның үстінен қантымызды қосамыз және де шым-шым тұз себеміз. Осының барлығын миксердің немесе венчиктің көмегімен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне ұнымызды себеміз. Ұнымыз күштен өткізілуі керек. Және де ең алдымен венчиктің көмегімен немесе қасықтың көмегімен, кейін қолмен жақсылап тұрып қолға жабыспайтындай жұмсақтау қамыр елеп аламыз. Барлық керекті заттар описанияда жазылған. Ал енді пирог пісіретін формамыз дайындап аламыз. Мен осындай кольцода пісіретін болдым. Диаметрі 22 сантиметр. Енді осыған қамырымызды қолдың көмегімен немесе оқтаумен жайып алып жасаңыздар болады. Осылай қолдың көмегімен бір қалыпты етіп, ең бірінші ортасын, кейін шет-шетін бір қалыпты етіп жазып аламыз. Кейін осылай шаңышқының көмегімен ортасын және шет-шетін тесіп шығамыз. Шет-шетін осылай шаңышқының көмегімен біркелкі әдемі етіп жасауға болады. Осылай қамырымызды жайып шетке қоя тұрамыз. Енді біз салмасын дайындаймыз. Ол үшін ірімшік алдым және де үстіне жұмыртқа, қант сеуіп, оның үстінен бір қасықтай қаймақ салып, оны блендердің көмегімен ұсақтап, бір қалыпты жұмсақ масса болғанша блендермен өткізіп аламыз. Бізде блендердің көмегімен осындай қаймақ сияқты масса шығуы керек. Және де оның үстінен біз бір қасықтай жүгері крахмалын қосамыз. Және де осылай лопатканың көмегімен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Ал енді салмамызды қамырымыздың үстіне құйып аламыз біркелкі етіп. Осылай лопатканың көмегімен барлығын жақсылап тұрып құйып аламыз. Енді мен сәндік үшін осындай қатырылған құлпынайларды қостым. Сіз кез келген жидектерді қоссаңыздар болады, немесе онсыз да ешқандай жидек қоспай-ақ пісіре берсеңіздер болады. Осылай құлпынайды қостым. Ол өте әдемі түр беріп тұр. Енді осы дайын болған пирогымызды қызып тұрған пеште 180-200 градуста 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Яғни пісуі сіздің духовкаңызға байланысты. Піскеннен кейін бірден есігін ашпай, суығанша сәл күтеміз. Және де оны осы решетканың үстінен толықтай суытып аламыз. Осымен біздің пирогымыз дайын болды. Сіздерге ұнады деген сенімдемін. Көргендеріңіздей жасалуы өте оңай. Дастарханның сәнін келтіретін, қонақтарды таңғалдыратын пирогтың бірі. Сіздерге ас болсын, міндетті түрде жасап, өз пікірлеріңізбен бөлісіңіздер. Сау болыңыздар.